Мен Мөде Шаньюймін, ғұн халқының билеушісімін. Бүгін мен сендерге ғұн тайпаларының қалай бірігіп, мемлекетке айналғанын және неге мен жер мемлекеттің негізі дегенімді түсіндіргім келеді. Ертеде ғұн тайпалары бөлек-бөлек өмір сүрді. Әр тайпаның өз көсемі, өз қонысы болды. Бірақ бөлінген ел әлсіз еді. Сондықтан мен тайпаларды бір ортақ билікке бағындырып, тайпалық одақ құрдым. Осылайша ғұн тайпалары бірігіп, алғашқы мемлекеттік бірлестікке айналды. Ғұн тайпалары Еуразияның кең даласында қоныстанды. Егер картаға қарасақ, олардың көшіп қонған аймақтары мен жайлау қыстаулары анық көрінеді. Бұл жерлер мал шаруашылығына қолайлы болды, және мемлекетті қорғауға мүмкіндік берді. Мен жер мемлекеттің негізі дедім, себебі жер халықтың тірегі. Жер болса ел бар, ел болса мемлекет бар. Жерінен айырылған халық тәуелсіздігінен айырылады. Сондықтан жерді қорғау мемлекетті қорғау деген сөз, ғұн тайпаларының бірігуі күшті әскердің, ортақ заңның және бір тұтас мемлекеттің қалыптасуына жол ашты.